Бүгін ұлт ұстазымыз болған Ахмет Байтұрсынұлының туған күні. Егіннің бастары. Bir адам жас баласын жанына алды. Екеуі сайран етіп кетіп қалды. Қыдырып әрлі-берлі жүрді дағы, егінші еккен егін жанына барды. Аралап әр егінді қарап жүрді. Кез еді түсіп болған егін түрлі. Бастарын дәнге толған төмен салап, бидайлар бейне тағзым етіп тұрды. Жалғыз-ақ бір бидай тұр көкке қарап. Бейне бір жалғыз өзін көпке балап. Білмекке кетті көңіл жөнін сұрап. Құбылып бидайлар тұр басын салып. Жіберген мырза Құдай нұрға қанып. Әй әке, мұның мәнін түсіндірші. Білмей тұрмын, бір іске тұрмын өзім қайран қалып.